Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен баклажан салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушық белгісін басып қойыңыздар. Бізге ең керекті заттар: баклажан, қызанақ, жұмыртқа, сарымсақ, майонез және осындай. Үйлеріңізде кез келген тұрған нанның үзіндісі болса бола береді. Одан сухари жасап аламыз бірінші. Егер қаласаңыздар, магазиндегі дайын панированный сухариді алып қолдансаңыздар болады. Алдымен осылай нанымызды майда бөліктерге бөліп, измельчителден өткізіп аламыз. Сухарийіміз дайын. Енді өзімізге керекті мөлшерін бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Оған 2 жұмыртқа және қалауларыңыз бойынша дәміне қарай тұз және бұрыш қоссаңыздар болады. Алдын ала осылай араластырып дайындап қойыңыздар. Өйткені тұзы еріп дайын болып тұрады. Келесі кезекте бізде баклажанды домалақша етіп, біркелкі етіп турап аламыз. Қатты жұқа қылып қоймаңыздар. Қорыған кезде жұқа болып туралған, ол қытырлақ болып қалады. Баклажанымызды турап алдық. Келесі кезекте табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Мен 4 баклажан қосқан себептіктен мен 3-ші жұмыртқа